Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Бүгін сливадан ерекше тәтті жасаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, араластырамыз. Осы жұмыртқамыздың үстіне 1 стакан қантымызды жайлап себелеп тұрып салып, жақсылап араластырып, соғып аламыз. Енді осы массаның үстіне сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бөлмедегі температурасында тұрса, жақсы болады. Енді әбден жақсылап араластырып аламыз. Міне кішкене тұзымыз саламыз, шым-шым тұзымыз саламыз, жақсылап тағы да араластырып жіберіп, електен өткізілген ұнымызға разрыхлитель салып, араластырып, осы массамыздың үстіне електен өткізіп жайлап саламыз. Жақсылап араластырамыз. Тестіміз дайын болып қалды. Енді осы тестімізді жайлап табаға құя бастаймыз. Осы тестімізді табаға қасығымызбен жайлап іркілтіп жайып аламыз. Тастамыздың үстіне сливаларымызды жақсылап жуып, ортасынан бөліп, дәмін орналастырамыз.
Осы дайын болған тестіміздің үстіне, дайын болған пирогымыздың үстіне корицамызды сүзгімен өткізіп, үстіне сеуіп, пешке жібереміз. Міне, тәтті бәлішіміз дайын болды. Сіздер де дайындаңыздар. Ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Өте тәтті. Дайындаңыздар. Ас болсын.